Ал міне ағайын, Айдын деген міне шәкіртіміз кеп қалды міне отыр бізді пойыздан қарсы алып міне. Міне. Бұл жай Күтіп отыр. бұл жай бала емес, бұл ана Абай опера театрында әнші болып істейтін. Ұстаздарым, менің өнерге алғаш қадам басқан кезде мені қолдап, бізде Тоқтар деген бауырымыз болған, бірге қолдап бізге өнерге бағыт бағдар берген менің ұстаздарым. Бәке мен Сәке. Қазір не опера театрында, Абай опера театрында ән айтады. Топтарым бар ғой, топтарым. Енді жұма туралы ән айтады. Діни тақырыптан айтамыз. Діни тақырыптан ән айтады. Енді діни жаңа патриоттыққа айта беру керек, ары қарай жалғастыра беру. Клиптар керемет екен, жаңа клипін көрдік. Сол жаңа Гюру Лагман жеп алдық Бәкен екеуміз. Енді қарсы шашыл жеп алдым, шашыл. Енді не келді? Балдарыңыз қалай? Енді не келді? Шашлык келді, енді қалай отказ бересің? Шашлык жейміз енді. Ас болсын, ас болсын. Гюрюден кейін, Ас болсын. Айдын енді бір сорпа ішіп жатыр, енді ол біраз кешігіп болды. Енді сол тойымыз той қыласа берсін. Тойда кездесейік. Жақсылық болсын. Сол ертең Алла қаласа телевидениеға барамыз. Сосын айтамыз қандай бағдарламада бізді көретіндеріңізді. Ой жеңгем үйлен дейді маған. Үйленуге қызды қайдан табамын? Қайдан табасың? Алматыдан табасың. Бұйырса. Айдынның сақалын айт. Как будто нарисованный. Все, жақсы, аман болыңыз.